14 маусым жылдың басты спорттық жарысы футболдан әлем чемпионаты басталады. Ресейде өтетін біріншілікке әлемнің үздік 32 құрамасы қатысады. Бір ай бойы бар әлем көз тігетін доп додасы 11 қаладағы 12 стадионда өтеді. Бар әлемді баураған ала доп бәсекесінде маңғыстаулықтар кімге жанкүйер, қай құраманы фаворит санайды? Германия, Португалия, Испания, Франция, Россия, Аргентина әлемнің ең үздік 32 құрамасы қазір Ресей алаңдарында қызу әзірлікті жүргізіп жатыр. Ал Голландия мен Италия құрамалары 4 жылдықтың басты бәсекесінен тыс қалды. 4 жылда бір келетін доп додасынан жанкүйерлердің де күтері көп. Сіздің чемпионат мира болатына бұйырса, өзім Португалиядан деп отырмын. Өзім жақсы көретін фанаттарым бар. Қай ойыншы? Қай ойыншы? Криштиану Роналду болсын. Үміт сода. Алат жер, чемпионат, лига чемпионатты да алды. Сол Аргентина құрамасына істеймін, жанкүйерім. Ішінде сол Мессиге, сол ойыншы Аргентина. Соған байланысты. Футболдан мен өзім Испанияға жанкүйермін. Испанияны сүйіп көремін. Ертең Құдай қаласа Испанияға дауыс беріп, үзбей қараймын. Биылғы біріншіліктің басты фавориттері Аргентина, Бразилия, Германия және Франция құрамалары. 4 жыл бұрын Германия құрамасы жеңімпаз атанды. Өткен жылы Ресей жерінде өткен конфедерация кубогына да Германия құрамасы ие болған. Одан бері неміс машинасы атанып кеткен құрама күшейе түскен. 2014 жылы финалда ойнаған Аргентина құрамасы да алтын кубоктан басты үміткер. Чемпионаттың ең жас әрі ең қымбат құрамасы Франция мен әлем кубогының 5 дүркін жеңімпазы бразилиялықтар да жүлдеден басты үміткерлер қатарында. Кім фаворит дейтін сұрақ туындайды. Бәріміздің көкейімізде. Кім фаворит десек, мен өз басым биыл Бразилия жеңеді деп ойлаймын, өйткені құрама сапында жастар көп, және де бірнеше ойыншылары кеше ғана Чемпиондар лигасының финалында жеңді. Реал сапында Марсело бар, Казимиро бар, Данила бар, көп ойыншылары бар, жақсы шабуылдағы Неймардың өзі неге тұрады. Сондықтан биыл мен жастарға сенемін дейді Мағжан Жұмабаев ағамыздай, сол мен Бразилия жастарына сенемін биыл. Өйткені команда дайын, толыққанды. Былтырғы Бразилия өз елінде болған әлем чемпионатында қателікті орындамайды деп ойлаймын. Сондықтан барын салып чемпион болады деп ойлаймын. Биылғы чемпионаттың жүлде қоры да қомақты. Топтық кезеңде өнер көрсеткен әр командаға 8 миллион евродан беріледі. Ал жеңімпаз командаға 38 миллион евро тағайындалған. Күміс жүлдеге 28 миллион евроға ие болады. Ал үшінші орын алған құрама 24 миллион евро көлемінде сыйақыға қол жеткізеді. Бір айға жалғасатын чемпионат барысында 64 матч өтеді. Бұл ойындардың барлығын қазақстандық жанкүйерлер Қазақстан және Қазспорт арналары арқылы тікелей эфирде тамашалай алады. Ақсындар табылды. Дүзелбай Нұрбай, Каспий ақпарат.